қадір түнді жіберіп алмаңдар, құрметті достар. 2022 жылы мен осы қадір түнде дұға тілеп, сол дұғам прям резко қабыл болған. То есть резко қабыл болғанда сендерге айтып кетейін. Мен 2022 жылы қадір түнде қатты Алладан жалбарым сұраған едім. Мен блогер болайшы, мен әйгілі болайшы деп. Соны сұраған бетте мен бір где-то 4-5 күннен кейін сол қадір түнде мен тиктокты түсіре бастадым. Сол 4-5 күннен кейін менде бір негативный бір жағдай болды, короче. Негативный жағдай болды, соны видеоға түсіріп алдым. В общем, кім білет, менің старый подписчиктерім ол білет. Индрайвер туралы. Индрайверде бір маньякқа ұқсайтын бір водитель деген. И сол бір күнде 3 миллион просмотр жинап, 2 миллион просмотр жинап, оянған бетте далаға шықсам, Қарағандыда Пришахтис деген жерде жүрсем, бәрі танып жатыр. Қарағандыға барам, бәрі таниды. Ой, сен анау емессің, бәрі бүйтіп қарайды. Мен ойладым, что за фигня деп. И содан басталды менің тиктоктағы подписчик жинап. Короче, бір аптада 15 мың подписчик. Тиктоктың арқасында 200-ақ подписчик болғам. Инстаграмда просмотр сторис 7,5 мыңға жин өскен сол кезде. Ол ұзақ әңгіме, негізі айта берсең. Тиктокқа видео түсіріп, менің сторисімді қараңдар, сторисімді соны адамды салып қойдым деген неосознанно бір фишка қолданып жүргенмін ғой. И сол кезде бүкіл инстаграмға өтіп қанша подписчиктер, просмотр сторис өсіп кеткен сол кезде. В общем, мен бұл жерде не айтқым келіп тұр, қадір түнде дұғала прям бар ғой, шын жүрекпен Құдайдан сұрасаңдар, иншалла Құдай сендерге береді. Мен 2022 жылы жалбарым сұрағам, каждый клеточка дейді ғой моего тела, каждый клеточкамен жалбарым сұрап, прям жылап, жасағып, болайшы мен жүрегімнен сөзді, мен популярный болғым келеді, мен әйгілі болғым келеді. Қазір айта алмаймын, прям керемет әйгілімін деп. Но былай айтқанда адамдар мені кейде далада танып жатады. Мысалы, қазір өзім основной тиктогымда 25 мың подписчик, инстаграмда 12 мың подписчик деген сияқты. YouTube бар, потом еще. В общем, суть в том, что сендерге дұға тілейсіңдер ғой. Дұға тілегеннен кейін сендер бір действиялар жасаңдар, сол дұғаларыңды орындалатындай. Жаңағындай сендер сұрайсыңдар, и одан кейін сендер действия жасағанда сендер жолдарың ашыла бастайды. Лично менде солай болды. Популярный болайшы дедім, тиктокқа видео түсіре бастадым, тиктокта видеоларым ата бастады сразу. Бұл негізі өте күрделі әңгіме, но мен өзім басымнан өткен соң, мен сендермен осымен бөліскім келіп тұр. Қазір бүгін қадір түн, түнгі сағат примерно 4-тен 6 кеткенде уже таң намазы болады. Соған үшін мешітке барып, дұға тілеп, мешітке бара алмасаңдар да үйде отырып, дұға тілеп, бүкіл қаншама періштелер жердің жаңағы аспаннан түседі дейді сол кезде. Сондықтан бұл ночь предопределения дейді ғой, адамдардың тағдырлары шешілетін, на следующий келесі қадір түнге дейін адамдардың тағдыры шешілетін уақыт бір жылда бір рет қана болады. Сондықтан жіберіп алмаңдар. Барлық армандаған не қалайсыңдар, жүректерің не қалайды, соны Алла тағаладан сұраңдар. Сұраған соң барындарды действия жасаңдар, иншалла сендердің армандарың, сендердің ойлаған нәрселерің, өздеріңнің жақындарың, таныстарың, солардың кімнің арманы орындалсын деп кімге жақсылық тілейсіңдер, сол адаммен, сол жанмен, осы менің видеоммен бөліссеңдер, иншалла сендерге де үлкен сауап болар. Сондықтан видеоға лайк басып кетіңдер, сохранитқа басып қойыңдар, комментарий жазыңдар, достармен бөлісіңдер. Көп видео жиналса, иншалла көп сауапта болады. Сол барлықтарыңа Алла ризалы болсын. Сау саламатта болайық. Давайте.